Тағы бір мақтанатын азаматтар бүгін біздің студияға келіп тұр. Құрметті көрермен, қазақтың 1032 домбырашысы бір мезетте домбыра тартып Гиннестің рекордтар кітабына кірген ғой. Қазір бейне жазбаны көрейікші алдымен. Ендеше құрметті көрермен, құлақ құрышын қандырған күйді 1032 күйшіге тартқызған осы жобаның басы қасында жүрген Айтжан Мырзаны біз қанекей шәкірттермен студияға шақырайық. Келіңіздер. Өзегі менің, өзегі менің, жырыма қосып жүремін. Төрім деп менің, жерім деп менің, соғады мәңгі жүрегім. Бәрі сият дейді, сыйысып отырсаңыз да. Көңіл сыйса көк диванға сыйып кетуге болады енді біздің. Қалдарыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Сізде күшті эксклюзив жаңалық бар деп естіп жатырмыз. Ақордадан хабарласыпты ғой. Не деді, қандай ұсыныс айтты? Президенттің қатында благодарность деген деп, содан болашақта мың баланың осылай үйрету жолын ары қарай қалай жалғастырамыз деген жағдаймен. Осы тек қана бір мектепте ме, или келесі басқа мектептерде болу керек па деген сияқты осындай сұрақтар қойып, осымен ақылдасты. Демек, басқа да өзге де мектептерде болу мүмкін ғой, жалғасады ғой? Мүмкін, аха. Керемет. 2016 жылдан бері де элективті курс ретінде Назарбаев зияткерлік мектебінде өтіп келді ғой. Енді бұйырса барлық мектептен жаңағы көреміз деген үміт қой. 1032 домбырашыны Гиннестің рекордтар кітабына енгіземін, оларды жинаймын деген ой қашан және қалай келді? Бұл ой біздің Нұр-Сұлтан қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде 2016-17 жылы біздің директорымыз, басшымыз Жакенов Мейрам Әміржанұлының идеясымен осы балаларды әлгі үйірме ретінде емес, бүкіл түскен класс бойынша оқыту содан басталды. Мысалы 250 бала түсетін болса, сол 250-ді түгел 250 балаға сабақ беру. Ол орыс па, қазақ па, басқа ұлт па айырмасы жоқ. Түгел балалар сабақ оқытады. 7-ші классқа 7-сіне әрбір группаға 2 сағаттан. Сонда жаңағы 250 бала сол 2 сағаттан 7-сіне алып тұрады. Сөйтіп, сол балаларымыз, енді 2016 жыл түскен балаларымыз, биыл 12-ші класс бітіріп жатыр. Сонда әр жыл сайын солай өсіп отырып, бүкіл мектептің 7, 8, 9, 10, 11, 12 бәрі ойнайтын болып шықты. Соның несі? Жинадыңыз бәрі? Нәтижесі сол 1032 болды, е? 1000 бала болып шықты, 1032. Пандемия кішкене әсер етті, әйтпесе бұдан да керемет болар еді. Бұдан да жақсы болар еді. Пандемияда кішкене қатыса алмай қалдық, компьютер арқылы, телефон арқылы оқыту, ол енді қиындау шынында да. Бірақ сонда да балалар жоғалтқан жоқ. Бәрібір сол қазақ балалар негізі талантты ғой, талапты ғой. Аға, Гиннес рекордтар кітабынан өкілдерді қалай шақырдыңыздар, олай қалай бақылады? Мына жерде енді фотоға түсіріп жүрген жігіт болмаса ешкімді көрмей тұрмыз. Бұл біздің басшымыздың, директордың ісі. Сол шақырып, оны басшымыз, АО-ның басшысы Күләш Нағатаевна Шәмшидинова қолдап, қәдімгі заңды түрде соларға қағаз жазып, олардан бізге март айында мысалы жауап келді. Осындай, олардың өзінің тәртібі бар екен. Сол тәртіптің бәрін орындап, 24 майға қойып, мына осылай өтті. Бәрекелді. Жалпы өмірі домбыра ұстамаған бала сіздерге келді. Сіз айттыңыз ғой, орысы бар, қазағы бар, бәріне. Үйреніп кету қиын болған жоқ па? Бірде меңгеріп кету. Мүмкін сіз қаталдық көрсетесіз, мүмкін қандай да бір басқа тәртібіңіз бар шығар. Ақпа құлақтар болады, құйма құлақтар болады. Қалай жұмыс істедіңіз? Негізі барлық балада да азды көпті бәрбір музыкалық дарын болады. Біреуінде кішкене жарқырап тұру мүмкін, біреуінде кішкене көмескілеу, бірақ бәрбір бар. Сол балалардың басын қосып, группа болып бөлек-бөлек етіп үйретіп, сосын барып басын қосамыз ғой енді. Сонда балалар қызығады.
біреу жақсы ойнаса соған келесі қосылып, оған келесі қосылып, мына бірінен бірі цепная реакция сияқты солай үйреніп кетеді. Балалар тез алады. Сосын енді бұл мектеп физика, математика мектебі ғой. Мамандықтар басқа. Иә. Бірақ бұл мектепке кез келген бала түспейді. Талантты балалар. Талантты балалар қай уақытта да талантты ғой. Иә, қай салада болсын Қай салада талантты болсын олар. Бәрі топ талантты. жарып шығады. Сондықтан бұлар қосымша жаңағы сабақты